қош келдіңіздер. Мен көптен бері видео түсірмей кеткен болатын, оны білем. Бірақ та бүгін сіздерге мен шынайы түрде, как просто так подкаст ретінде бұл видеоны шығарғым келіп отыр. Кішігірім бір 5 минуттық или 8 минуттық подкаст болады. Бұны жұмыс істеп жүріп тыңдай берсеңіз болады. Шыны керек, мен қазір ана жерде отырып ақыл айтты деп ойламаңыздар. Просто мен өзімнің оқыған курстарына және өзімнің түсінгенім сіздерге қазір былай бөлісетін боламын. Егер сіздерге қызық болса, лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Және көптеген қызықтың бәрі, пайдалы нәрселердің барлығы, сіңім туралы болсын, барлығы менің инстаграм парақшамда болады. Менде екі инстаграм парақша, екеуіне де кіріп өтіңіздер. Ал ендеше біз бастаймыз. Бұл видео тағы да шынайы түрде болады, ешқандай жасандылық қажет емес. Сіздерде қалай бар солай, немесе алдарыңызға суал келіп тыңдасаңыздар да болады. Және өздеріңізбен бірге болатын міндетті түрде керек болуы мүмкін, егер керек десеңіздер. Себебі қазір мен техникалар айтатын боламын. Көптеген адамдарда андай болады да, өзін жоғалтып алатын состояние болады. Бізді былай ештеңе істегілеріңіз келмейді, прям жалығып кететін бір нәрсе болады. Или сіздер дамып жатсыздар, бірақ как будто бір нәрседен қалып болған, или бір адам дамып жатыр, бірақ сіз қалып болғандай жағдай болуы мүмкін. Вот бүгінгі подкаст содан шығу туралы және екі техника айтатын боламын. Шынайы даму дегеніміз не? Бірінші сұрақ қойып көрейін. Даму дегеніңіз не? Комментарийға жазып кетсе, мен комментарийді ашып қоятын боламын. Жалпы өзіңіздің үш сөзбен сипаттап көріңізші, даму дегеніңіз не? Даму, сіздер мүмкін оны даму дегенде резко сіздердің ойларыңызда жүгіріп жатқан немесе күнделікті оқып жатқанда елестеуі мүмкін да, бірақ даму деген ол емес. Даму деген яғни адамның өзін дамыту, яғни адам өзі қалаған істі жасауы, ол қалаған іс өзіне ыңғайлы, комфортно және пайдалы болады. Мысалы, өзіне комфортно деген сөз айтуыма болады, және пайдалы және сүйікті хобби. Осы үш сөз айтуыма болады. Ал сіздер қалай елестететінін жазып кетіңіздер. Сонымен қатар даму деген былайша айтқанда адам дамитын кезде мына бір нәрседен бастапқы нүктеден өтіп кету қиын болады. Яғни бастапқы 1-2 күн сізде дамып, прям күшті болуы мүмкін, бірақ 3-4 күннен бастап сіз мүмкін қайдан тоқтап қаласыз және ойлайсыз, что мен қалып жатырмын деген сияқты есте провал болады. Былайша айтқанда үлкен провал болады, бірақ сіздің қазіргі істеп жатқан ісіңіздегі бір өтіп жатқан провал, яғни былайша айтқанда тоқтап қалған нүктеңіз, ол сіздің өсуге апаратын нүкте. Яғни сіздің қорқынышыңыз, ол сіздің өсуге апаратын нүктенің бірі. Сондықтан сіз қазір неге қорқасыз, соған ұмтылу керек. Яғни сіз қорыққан нәрсе, ол сіздің өсу точкаңыз. Мысалы, мынау сіздің А точкаңыз болса, мынау сіздің Б точкаңыз деген сияқты ғой. Жалпы түсінікті айтып жатырмын деп ойлаймын. Айттым, осы дамуда адамда провал болады дедім, иә? Сол провалдан өту үшін адам не істеу керек? Бір рет құлап, мысалға, 1000 рет тірілесің деген нәрсе ғой, мысалға, жоқ. Дамуда мысалы үлкен бір рет құлайсың, и потом содан кейін сол құлаған қателіктеріңді жіберу арқылы сен өсе бастайсың. Яғни сенде қателіктер любой адамда болады. Өзіңді прям идеально қылып көрсетудің бұл өмірде қажеті жоқ. Просто өздеріңізді қалай бар солай қабылдаңыздар. И что-то тағы да кететін нәрсе, дамуда қоршаған орта өте маңызды рөл ойнайды. Оны мен сіздер білесіздер деп ойлаймын. Мысалы, сіздің достарыңыз артқа тартатын болса, значит, ол адамдар керек емес, яғни керек емес болғанын тастап кетіп жатқан жоқпын. Просто барынша өзіңізге керекті нақты адамдармен араласыңыз. Неге? Себебі сол адамдар сізді өсіреді. Сіздің қоршаған ортаңыз сіздің кім екеніңізді айтып тұратын болады, былайша айтқанда. Сол үшін өзіңіздің ортаңыз дұрыстаңыз, ортаңыз даму жолда болсын. Мейлі сіздің достарыңыз ондай емес шығар, бірақ интернеттен жазылыңыз, интернеттен пайдалы адамдар табыңыз, соларға жазылып көріп, солармен бірге дамыңыз, былайша айтқанда қоршаған ортаңызды дұрыстаңыз. Дисциплина кетеді. Яғни дисциплина өте маңызды рөл ойнайды. Яғни сіздер күнделікті даму кезінде, мысалы, сіз тіл үйрену міндетті түрде деп ойлаймын. Себебі тіл үйрену дамудың да бір түрінен жатады. Даму дегеніміз өзіңді дамыту, өзіңе қалаған істі, мүмкін сізге бір шет тілін айтып жатыр, соны мысалы үйреніңіз. Мысалы, маған ағылшын тілін айтып, бірақ та мен қазіргі таңда курстарға мен өте көп бірақ қатысқаным бар. И курстардан көбінесе менің көңілім қалды, бірақ та көп курстардың маған пайдасы тиді. И сол үшін де мен қазірдің өзім үйден телефонмен ақ үйреніп жатырмын. Телефонда сіз телефонды ашып қарасаңыз көптеген ақпараттар бар. Сол үшін де тағы да айтамын,
телефонды дұрыс пайдалана біліңіз, уақытыңызды дұрыс пайдалана біліңіз. Барлық курстарға қатысып жатыр екен, курстарға қатысуға қажет жоқ, бірақ әрине елестете қойған дұрыс. Бірақ егер сіздің мүмкіндіктеріңіз жетпей жатса, қарапайым телефонмен ақ бәрін үйренуге болады. Только барлық өзіңізге байланысты. Дисциплина дегеніміз аз-аздан үздіксіз жұмыс жасау. Яғни сіздер күніге 1 сағат отырып тіл үйренсеңіздер, әрине ол жақсы, бірақ сіздер жалығып кетесіздер, понимаете? Поэтому сіздерге 15-20 минут қана аз-аздан үздіксіз ғана оқу арқылы сіздер бәріне жете аласыздар. Мысалы 10-15 минут тіл оқыңыз, 5 минут жаңа сөз жаттаңыз, и все. Оның өзіне сізде күнделікті миыңыз шынығады, өзіңіз даму үстінде боласыз. Сонымен қатар осы уақытта сіздерге айта кететін нәрсе, бір техникамен бөлісе кетейін. Мен оны өзіме жаңадан білдім, және сіздерге резко бөлісу үшін осы блокнотқа жазып алған болатынмын. Бұл бізде Томас Эдисон мен Джекманның практикасы болып бөлінеді. Яғни сіздер таңғы сағат кез келген аффирмация, осы самопрограммирование, жалпы дамушы оқып жатқан білімдеріңізді сағат бәрін 12-ге дейін жасаған дұрыс болады деп мен бұны Айжыл Садыбекованың сабағынан көрген болатынмын, және сіздерге де қызықты ақпарат ретінде бөліскім келіп жатыр. Жалпы өздеріңізде Томас Эдисон танисыздар деп ойлаймын, өте танымал белгілі кісі ғой. Яғни сіздер барлық жасап жатқан жұмыстарыңызды, тілдеріңізді сағат 12-ге дейін жасауларыңыз керек. Ол былайша айтқанда бір техника, практикаға просто қолданып көріңіздер деп айтқым келеді. Бұл бізде бірінші практика. Бұда басты маңызды рөл атқаратын нәрсе бізде ол кемсіту, яғни көре алмаушылық, іштарлық болып табылады, шыны керек. Көптеген адамдар, мысалға сіздің жақыныңыз, мысалы бір досыңыз дейікші, бір жаңа телефон алған болсын, или жаңа бір білім сатып алып, сіз іштей қызғанасыз, өзіңізде көре алмаушылық бар. Мұндай адамда сіз дами алмайсыз. Яғни бірінші көре алмаушылықты тастаңыздар, көре алмаушылықты тастау арқылы сіз адамдарға көп көмектесіңіздер, жақсылық жасаңыздар. Жақсылық жасасаңыздар, әлем сізге екі еселеп қайтаратын болады. Құдай Алла тағала өз сізге жақсылық жасаңыздар деп айтады ғой. Яғни мен сіздерге қазір үлкен бір иман ретінде айтпаймын, себебі мен діннен қатты былай хабарым жоқ, бірақ психология түрінде айтып жатырмын. Пайдалы болып жатыр деп ойлаймын. Сіздерді қатты қуататын нәрсе кемсіту, іштарлық, оның барлығы ең басты дамуда адамды қалай сіз былай өстіңіз, дәл солай қуатады. Осыны естеріңізден шығармаңыздар. Қалай сіздер өсесіздер, вот так вот былай қыласыздар. Бұл дамудың бір техникасы. Сол үшін техникасы емес, дамудың бір нүктесі десек те болады. Сол үшін де сіздерге айтарым, просто так өздеріңіздің байланысты, іштарлыққа байланысты ол әдетті жою керек. Яғни іштарлық деген ол дұрыс емес нәрсе. Ол түсінікті деп ойлаймын. Енді келесіне көшейік. Келесі бізде біреудің өміріне қызықпау. Яғни сізге тағы айтамын. Сіз мысалы біреудің өміріне, немесе біреудің түріне қызығуыңыз мүмкін, бірақ сіздің бейнеңіз ерекше. Яғни сіздің бейнеңізде ешбір адам жоқ қой. Сіз осы бет бейнеңізбен, осы сөйлеуіңізбен, осы дарыныңызбен сіз ерекшесіз. Осы қолыңызбен сіз ерекшесіз. Яғни сізде болып жатқан әрбір нәрсе, ол сізде әрбір болып жатқан процестің өзі әркімнің өз жолы болады демекші. Сіздің жолыңыз басқа, сіздің адамдарыңыз, яғни сіздің бет бейнеңіз басқа. Сол үшін де просто өзіңізді қабылдаңыз, өзіңізді жақсы көріңіз, өзіңізге ұрса бермеңіз да, просто так айтқым келеді. Өзіңізді қабылдасаңыз, сіз өзіңізді құрметтей бастасаңыз, сізді әлем құрметтей бастайды. Егер сіз өзіңізге құрметпен тұтпасаңыз, онда сізді әлем ешқашан құрметтемейді. Сол үшін просто так айтқым келеді, өзіңізді құрметтеңіз, өз-өзіңізбен болыңыз, өз-өзіңізді жақсы көріңіз. Бұл менде сізге арналған просто так кеңес. Тағы да бір айта кететін нәрсе, көп адамдарда депрессия деген нәрсе болады. Депрессия дегеніміз ол неден пайда болады? Ол адам өзіне энергиясы аз болған жағдай, немесе энергиясы мүлдем жоқ болған жағдайда бізде депрессия болады. Яғни сіздер күнделікті жата берсеңіздер, ой, менде депрессия деп қойып, зиянды тамақтарды жеп,
жата берсеңіз, телефон көріп жата берсеңіз, онда түк болмайды әрине. Сіздер алдыға қимылдамасаңыздар, сізді ешкім тұр деп былай көтеріп сізді нетпейді, алдыға тартпайды. Яғни сіздердің мына өмірлеріңіз өздеріңізге қана керек. Сол үшін де алға жылжитын тек қана өзіңіз, только өзіңіз алға жылжыңыз, өзіңіз алға тартыңыз. Сізді ешкім біреу келіп ойбай, мынау ауыр қап немесе мен оны емдеймін деп тегін ешкімге көмек көрсетпейді ғой қазіргі заманда шын керек. Сол үшін өзіңіз дамытыңыз, просто алға жылжыңыз. Энергия жоқ, депрессия деп жата берудің қажеті жоқ. Сіз мүмкін арықтап жүрсеңіз, егер арықтап жүрдіңіз делік, сосын бір тәттіні бір провал болып бір күнде жеп тастадыңыз, все ма сонда? Тәттіні жеп тастағаннан кейін сіз одан әрі дамытуыңыз керек. Яғни тәттіні жегеннен кейін и все деп бәрін тастай салудың қажеті жоқ. Қаншама күнге еңбегіңіз кетіп қалады. Ол үшін сіз қайтадан жалғастырыңыз. Келесі күннен бастап немесе дәл қазіргі сәттен бастап қайтадан жалғастырыңыз. Только тоқтамаңыздар. Депрессия болсын, сіздерге айтқым келеді, өздеріңізге сеніңіздер. Ешқашан өздеріңізді былайша бір орында тоқтатып қойып, ой мен мынаны жеп қойдым, мынау орындалмай қалды, бітті деген нәрсе болмайды. Бәрібір сіз ол нәрсені жасайсыз, дұрыс па? Сол үшін де өзіңіздің нақты сеніңіз, мақсатыңызға жету үшін бәрібір әрекет жасау керек. Және энергия болмауының тағы да бір себебі депрессияда ол тамақтану рационыңыздың дұрыс емес болуы, яғни тамақ бізге энергия береді, дұрыс па? Сол үшін дұрыс тамақтана біліңіздер. Мен дұрыс тамақтаныңыздар деген өздеріңіз тамақтан шектеңіздер, болмаса тәтті жемеңіздер деп айтпаймын. Просто так тамақтануды кішкене болсын фастфудты мысалы үй жағдайында қолданыңыз. Яғни фастфудты көшедегі тамақтармен көбінесе тамақтанбаңыз деп айтқым келген. Түсінікті деп ойлаймын. Енді екіншісі бізде қозғалыстың жоқ болуы, яғни физикалық қозғалыстың жоқ болуы. Жалпы айтқанда, неге адамдар физикалық қозғалып болмайды? Потому что жата бергісі келеді, түк болмайды, энергия жоқ. Ал адам қозғалған сайын ода энергия пайда болады. Сол үшін де көп қозғалыңыздар, көп жүріңіздер. Мысалы, мен видео түсіріп отырмын, және менің энергиям былайша сіздерге мүмкін беріліп те отыр, оны мүмкін сезініп те отырған адамдар бар шығар. Ал мен сезініп просто так осы не айтады екен деп те көре алмаушылық болып көріп отырған адамдар да бар шығар. Бірақ та мен сіздерге барынша өзімнің не білемін, соны кішігірім болсын сіздерге көмектесу мақсатында айтқым келді. Неге себебі осыдан бір апта бұрын мен өзімде де провал болды. Неге провал? Оның барлығын Instagram парақшамнан көре аласыздар. Ол жерде өте бір қиын демеймін, кішігірім ғана провал болды, бірақ та мен оны бір аптада жаттым, сөйтіп бір күннің ішінде одан құтылып кеткен адаммын десек. Былайша айтқанда жазылып шықтым. Жазылып шыққан жоқпын, енді былайша айтқанда қайтадан мақсатымды елестетіп, қайтадан алға жүрдім. Мен сол кезде түсіндім, что бәрібір де сен ата-анаң болсын, сен оларға депрессия деп айтсың, олар енді үлкен кісілер болғандықтан көбінесе түсінбейді. Просто так сен өзің алып шығасың. Просто так өзіңе сене біл. И жақсы адамдар бұл әлемде өте көп екеніне сену керек. Қазір мына әлемде жаман адамдар көп деп ойлауларыңыз мүмкін, бірақ жоқ, мен келіспеймін, себебі жақсы адамдар өте көп. Мысалға келтірейік, пример. Мен кеше мысалы депрессия демеймін, кішігірім бір провал болып өзімді жоғалтып алған кезде маған просто так көмектескен нәрсе ол айдаладағы бір СМ маманның тоже сөзі болатын. Потому что СМ-ге байланысты менде бір провал болды. Мен бір проектімнен башқанда жұмыстан шықтым, и это для меня бір қиын болды, как будто мен түк істемей жатқан адам сияқты. Потому что мен күнделікті таңертең тұра салып, сол жұмысыма история салып, резко сөйтіп, түскі уақытта резко контент сөйтіп істейтін, просто так маған өте қиын болды да. Просто да қиын болды, что мен жұмыс істемей жатқан сияқты болып тұрдым да, бір орында өсіп точкам қалып қалған сияқты болды. Бірақ та содан кейін мен тірілдім, мен просто проекттерге жаза бастадым, и сразу бір сағаттың ішінде мен жаңа проект таптым. Понимаете? Еще онлайн үйде отырмақ деген сияқты. Яғни мен өзімнің башқанда неңді жеңіп, барлық проекттер іздедім, интернеттен жаздым, сөйтіп ше. И СМ бойынша тағы да бір проектті бір сағатта тауып үлгердім, даже келісіп те үлгердім. И қазір менде жағдай жақсы, бірақ вот осындай нәрсе айтқым келген болатын сіздерге. Жалпы екінші проектімді айта кетейінші, сонымен қатар
қатар екінші проект бұл бізде самопрограммирование, сіздер оны білесіздер деп ойлаймын. Мен сіздерге постоянно айтамын ғой, негізі самопрограммирование деген даже менің қателеспесем видеомда болу керек, ал егер болмаса қазір мен жақсылап тұрып тыңдап алыңыздар. Самопрограммирование дегеніміз күнделікті таңертең өзіңіздің мақсатыңыз мейлі оннан көп болсын орындалған түрде жазу. Ол не үшін қажет? Самопрограммирование дегеніміз бұл негізі көптеген миллионерлердің айтқанда жасап жатқан техника және бұл орындалады. Мен расымен де бұған сенен себебі мен осыған дейін өзімнің анама телефон алып бермес бұрын менде осы нәрсе болды. Мен самопрограммирование күнделікті жазып жүрдім да, мен мына күні осындай телефон алып берейін деген сияқты, және сол күні дәл сол телефонды алып бердім, понимаете? Бұл расымен де орындалатын нәрсе психологтарда. Бұл өзіңізден әрекет, сол үшін де мен сіздерге айтамын, бұны жазып жүріңіз, және де бұл расымен де орындалады. Осымен менің қысқа нұсқа видеом аяқталды. Мен ойлаймын, что бұл нәрседе артық лишний нәрселер айтылған жоқ, практикалар айтылды, барлығы нәрсе айтылған болатын. Және де сонымен қатар ең соңғы сіздерге айтып ұмытып кеттім, ол таң атпай. Сіздер таң атқаннан кейін тұрасыздар ғой, барынша ерте тұрыңыздар. Мен қазіргі таңда рамаданнан кейін өзім дені шығып жатыр. Мен барынша енді өзімді тоже қолға алатын боламын, және оның барлығы менің стористарымда. Сіздерге дағды айтқым келетін, сол таңертең тұра салып өздеріңізге медитация жасаңыздаршы. Медитацияның негізі күші жақсы болады. Сіздер медитация арқылы күніңізге энергия аласыздар. Медитация жасаңыздар, күнделікті таңертең тұрасыздар. Самопрограммирование, аффирмация жасаңыздар. Визуализация жасасаңыздар да жақсы, бірақ та мен өзім жасамайды екенмін. Таңғы 5 минуттық, 2 минуттық болсын жаттығу, разминка жасаңыздар. Және содан кейін резко күнделікті таңертең тұра салып жоспар құрыңыздар. Бұл менде сіздерге айтатын кішігірім кеңесі, бірақ пайдасы өте зор болады. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін, шынымды айтсам. Және сіздерге осылай өзімнің айтылатын аудитория болғанда мен өте қатты қуаныштымын. Менде қазір 557 ма, почти 560-қа дейін подписчик жетіп қалыпты. Бірақ та мен қазір ешқандай видео түсіріп жатқан жоқпын, бірақ та неге себебі мен ауырып қалған болатын, жазылдым. Оразадан кейін, ораза кезінде түк түсіргім келмеді, мен бәрін түсінемін. Бірақ та сіздерге осылай түсіріп отыратын болам арасында. Қазіргі таңда сіздерге осындай видеолар ұнап жатса, қандай видео қызық, барынша айтып кетіңіздер, және де менің инстаграм парақшама өтіңіздер. Мен сіздерді жақсы көремін.